Ал біз ол кезде мысалы өнер адамдары біз тек қана Баян Мақсатқызын қарап отырамыз, сол кісіге түссек екен деп. Барлық әнші де, актриса да соның кісінің жобасында болсақ деп армандайтынбыз. Себебі басқа жол шынымен де болған жоқ. Шынымен оны мойындау керек. Сөйтіп, ал мен академия қабырғасында Баян Мақсатқызына сен бара алмайсың, себебі сен бойың кішкентай, сен алмайды деген сондай бір комплексті құлағыма құйып тастаған. Сұлу қыздарды алады деп, о сұлулыққа мүлдем сенім жоқ емес. Қасыңда бүйтіп қоя алатын кездер ғой. Бәріміз бүйтіп алдын бүйтіп шығарып мына жақ ұзын қылып үлкен көрінесің, бір сызық қылып. Не бояй алмайсың. Сонымен еще анандай кез ғой, шашымды өзімше бір бұйра шашқа қызықтым да, бір күні химияға барғам, химиядан шашым түсіп қалған кез ғой. Енді стиль, уход деген жоқ мүлдем бетіңді сабынмен жусаң қуанасың ғой, шампуньмен жуатын едік қой. Мен еще құртып алғам ғой оны, химияға барып шашымды, сау шашымды құртып алғам, жаңа қасымды бұлай бояйым, плюс 40 жас деші. Плюс 40 жас, шынымен еш нәрсені білмейміз. Қазір қыздар ютубта ашса бәрі бар. Шынымен де таңғаласың бар ғой, қазір деп кәрі екенсің ғой, айнап қойдық қой деп. Шынымен де қазір барлығы бар. Ол кезде ешқандай стильде еш нәрсені сезінбейсің. Немен нені үйлестіру керек екен де сезін. Көзіңе не көрінеді, соны кие бересің.